Жаңыңызға қайырлы күн, сіздермен бірге Динара. Бүгін мен сіздерге жеміс жидек қосылған сүзбелі пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Менің каналыма тіркеліп, жанындағы қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Бұл пирог үй жағдайында өте жылдам жасалынады. Дәмі өте керемет болып шығады, өте жұмсақ болып шығады. Жақындарыңызға жасап қуантыңыздар. Бізге ең алдымен бөлме температурасындағы сары май мен құмшекерді алып, оны жақсылап біркелкі масса болғанға шейін араластырып аламыз. Құмшекер біркелкі ерігенге шейін осылай араластырамыз. Одан кейін жұмыртқамызды салып, біркелкі масса қылып араластырамыз. Бұл массамызға енді ұнға қопсытқышты салып, елеуіштен өткізіп, жақсылап араластырып, біркелкі масса болғанға шейін араластырып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымызды дайын формамызға салып, оны қолымызбен түзілеп, болмаса қасықпен осылай мен сияқты түзілесеңіздер болады. Қасықтың көмегімен осылай, болмаса стаканмен түзілесеңіздер болады. Одан кейін шанышқының көмегімен осылай жан-жақтарын түзелеп, осылай жасаймыз. Енді салмасына творогты алып, сүзбені алып, осылай үстіне құмшекерді салып, жақсылап араластырамыз. Одан кейін қаймағымызды салып, татымына қарай ванилин саласыздар. Одан кейін бір қасық манный крупаны салып, жақсылап араластырып аласыздар. Оның үстіне үйде любой жемістің түрі бола береді. Мен үйде малинаны алдым. Оны дайын қамырымыздың үстіне салып, духовкеге 180 градусқа пісіріп аламыз. Үстіне осылай сәндесеңіздер болады, духовкеге салмай тұрып. Өте дәмді пирог болып шығады. Менің каналыма тіркеліп, жанындағы қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыз.